Ұлттық құндылықтар әрбір халықтың ғасырлар бойы жинақтаған рухани қазынасы. Оған тіл, дәстүр, әдет ғұрып, дін, өнер және ұлттық дүниетаным жатады. Бұл асыл мұра елдің бірегейлігін сақтап, қоғамның рухани негізін құрайды. Олардың ең басты маңыздылығы елдің тұтастығы мен бірлігін нығайту. Адамдарды ортақ мәдениет пен тарих арқылы біріктіріп, тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Өз мәдениетін құрметтеген жан елін сүйеді, тарихын біледі, болашағына жауапкершілікпен қарайды. Ұлттық құндылықтардың ерекшелігі қанша уақыт өтсе де негізгі мазмұнын өзгертпей сақтай алуында. Мысалы, біздер үшін қонақжайлылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу болмысымыздың айқын көрінісі. Бұл қасиеттер бүгінгі күні де өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі жаһандану дәуірінде де бұл ұғымдардың рөлі арта түсуде. Олар қоғамды жат идеологиялардан қорғайтын рухани тірек қызметін атқарады. Сондықтан оларды насихаттау, әсіресе жастар арасында дәріптеу маңызды міндет. Қорытындылай келе, бабалардың мұрасы халықтың басты рухани қазығы. Оны ардақтау мен сақтау өткенге құрмет, ал дамыту болашаққа салынған сенімді капитал.